Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді баклажаннан жасалған рулеттер дайындаймыз. Ол үшін 2 баклажанды жуып алып, ұзыншалап, жұқалап кесіп аламыз. Екіншісіне солай кесіп аламыз. Енді шұғыл ыдысқа баклажандарды салып, үстіне тұз және салқын су құйып, 30 минутқа тұздалуға алып қоямыз. 30 минуттан кейін тұздалып шыққан баклажандарымызды құрғақ орамалға жайып, суынан кептіріп аламыз. Енді ыдыста 2 жұмыртқаны жарып, үстіне тұз және паприка қостым мен. Паприканың орнына қара бұрыш немесе кориандр қоссаңыз да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Енді бұл арада табамызды орта отқа қойып, үстіне сұйық май құйып қыздырып аламыз. Дайындаған жұмыртқамызға баклажандарды салып, аунатып қуырамыз. Бір беті 3-4 минутта пісіп шығады, екінші бетін аударғанда тез піседі. Пісіп шыққан баклажандарымызды міндетті түрде қағаз орамалға салып, майын сіңіртіп аламыз. Енді мен салмасына жұмыртқа мен күріш алдым. Бұл ең қарапайым салма. Және оны майонезбен араластырдым. Сіздер әрине тауық етін немесе шұжық немесе аскөк қосып, неше түрлі салма жасасаңыздар болады, қалауыңызға қарай. Енді салмамызды баклажанға салып, орап рулеттер жасаймыз. Қарасаңыздар, рулеттеріміз өте әдемі көрінеді. Сонымен баклажаннан жасалған рулеттеріміз дайын. Өте дәмді болып піседі. Және дастарханның көркін ашатыны сөзсіз. Менің рецепттерім сізге ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып, каналымды қолдап жіберіңіз. Сау болыңыздар.